Саламатсыздарбы бүгүн биз сиздер менен терс таңбаларды оң таңбаларга көбөйтүүнү өтөбүз. Яғни минус сан менен эгерде плюс сан көбөйтүлөтүн болса, онда бизде минус таңбалы сан чыгат. Мисалы минус 3 көбөйтүү 2 десек, одан бизде минус 6 чыгат. Минус 1 көбөйтүү 6 десек, одан минус 6 чыгат. Минус немесе плюс 3 көбөйтүү минус 2 дейтин болсак, минус 6 чыгат. Немесе 2 көбөйтүү минус 7 дейтин болсак, минус 14 чыгат, Яғни оң сан мен терс сан немесе терс сан мен оң санды бири-бирине көбөйтөтүн болсаңдар, терс таңбалы сан чыгады. Және де терс сан мен терс сан көбөйтүлөтүн болса енді. Мысалы, минус санга минус санды көбөйтөтүн болсам, менде плюс сан чыгат. Мысалы, минус 3-ті минус 2-ге көбөйтөтүн болсам, онда ол плюс 6 чыгат. Плюсын жазбайсыңдар, жай гана 6 деймиз. Минус 7-ні минус 3-ге көбейтетін болсақ, бізде ол плюс 21 шығады. Енді бізде кейбір кезде мынандай да амалдар болуы мүмкін. Минус 3 көбейту минус 2 көбейту минус 4 деген сияқты. Яғни бірінші сендер теріс таңбалардың санын анықтайсыңдар. Минусқа минус көбейтсе, мына екеуі бір-біріне плюс болып кетеді. Ол плюсты мынау тұрған минусқа көбейтетін болсам, минус шығады. Сосын барып 3-ті 2-ге, потом 4-ке көбейте бересіңдер. 6 көбейту 4 минус 24 болады. Егерде минус 3, минус 2, минус 2, минус 4 болатын болса, онда бізде мынау 2 минус 1-1-мен көбейтіліп плюс болады, мына 2 минус 1-1-не көбейтіліп плюс болады, 2 минус плюс болады. Сонда бұл жерде бізде минустың барлығы плюс болады да, сонда 3 көбейту 2, көбейту 2, көбейту 4 деп шығара беруге болады. 6 көбейту 8, 48 деп жауабын жазамыз. Егер минус 2 көбейту 3 көбейту минус 1 қосу 6 деген амалды шығарып көрейік мысалы. Онда мына жерде байқасаңыздар, үшеуі бір-біріне көбейтіледі, 2 минус болғандықтан ол плюс болып кетеді. Сонда 6 и мынау қосу 6 бар ғой бізде, ол қосылады, сонда 12 шығады. Минус 7 көбейту 2 көбейту минус 2 көбейту минус 1 дейік мысалға. Қосу 10 мысалы. Осы амал жасайтын кезде ең біріншісіндер көбейту амалдарын жасап аласыңдар. Минус 7-ге 2 көбейтілсе, ол бізде минус 14 болады. 2 минус 1-1-не көбейтілсе, ол плюс 2 болады. Сонда бұл жерде бізде плюс минусқа көбейтілсе, минус 28 болады. Оған сосын қосамыз 10-ды. Ары қарай теріс сан мен оң сан болса, минус плюс болса біз азайтамыз. Үлкеннің таңбасы, яғни 28-дің таңбасын қоямыз. Минус 18 шығады сонда. Енді бөлшектерді қалай көбейтеміз? Қараңыздар, мысалы мына жерде біреуі минус, біреуі плюс, яғни плюс пен минус көбейтілсе, явно жауабы минус болады. Сондықтан А жауабы, С жауабы, Д жауабы бұл жерде явно болмайды. Себебі бізде плюс минусты плюсқа көбейтейін деп жатқан кезде, одан бізде анық көрініп тұр, что одан минус шығатындығы. Енді ары қарай бөлшектерді жай ғана көбейтеміз. 5-тен 3 көбейту, мынаны ашам, 100-ден 75 болып. Сосын 100 бен 75 мен айтып едім, олар қысқарады. Минус 5-тен 3 көбейту қысқарған кезде 4-тен 3 болады деп. Сонда бұл минус плюс көбейтілсе, минус 20-дан 9. Сонда жауабы менде В шығады бұл жерде. Ары қарай мына жерде бірінші амал, екінші амал, үшінші амалда менде мынаны 1-ден 3-ін көбейтем бірге. Бірінші амалды қараймыз. 6-тан 5-ті азайтам 3-тен 2-ді. Сонда жауабы орта еселігі 6, мынаған 1, мынаған 2. 5 азайту 4, ол менде 6-дан 1 болады. Екінші амал 8-ден 7-ні азайтам 2-ден 1-ді. Ортақ еселігі 8, мынаған 1, мынаған 4. 7 азайту 4, менде шығады 8-ден 3. Үшінші амалда мен айттым, бірінші 6-дан 1 шықты, оны жазам. Көбейту екіншісінде 8-ден 3 шықты. Арасы байқасаңыздар көбейту. И және де соңғысына мен минус 4-ті көбейтем. Сонда байқасаңыздар барлығы плюс, бір ғана минус болса, онда жауабы общий бір минус шығады. Онда А болмайды, С болмайды, явно өйткені минус шығады. Бұл жерде 6 мен 3 қысқарады, 1, 2 болады. 4 пен 8 қысқарады, 1, 2 болады. 2 астында үсті 1 болады, асты сонда 4 болады. Сонда минус 4-тен 1 жауабы Е болады. Түсініксіз тез болатса, артқа айналдырып, қайтадан таңдауға тырысыңыздар. Келесі, мына жерде уже қараңыздар, екеуінде де минус қой бізде. Екеуі де минус болатын болса, 2 минус көбейтілсе, не айтып едім мен? Ол бізде плюс болады. Яғни 0,4-ті көбейтем 10-дан 1-ге. Енді менде мына жауаптарын байқасаңыздар, барлығы ондық бөлшектер ғой, онда бірінші ондық бөлшекке айналдырамын.
мына 10-нан 1 0,1 болып кетеді. Мына 10-нан 1 0,1-ге айналып кетеді да. 0,1 мен 0,4-ті біз көбейте саламыз. 4, 0, так, так, так. 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0. Мынау өтірдің алдында бір сан, мынау өтірдің алдында бір сан, общий 2 саннан кейін өтірік қалдырамыз. Сонда бұл 0,04 таңбасы плюс болады, иә? Сонда Е варианты болады. Көрдіңіздер ма? Мына жерде байқасаңыздар бірінші көбейту амалы орындалады. Мынау үшеуі бірінші амал болады, потом барып қоса саламын екінші амалға. Үшеуінде бізде біреуінде ғана минус болса, минусы ғана жазылады. 44-тен 25. Үшеуін бірге көбейткеннің бір пайдасы болады. Себебі қараңыздар. Менде қазір үшеуінің арасы көбейту болса, мен былай қысқарта бере аламын. 44 пен байқасаңыздар 22 қысқарады, көрдіңіздер ма? 44-ті 22-ге бөлсем 2, 22-ні 22-ге бөлсем 1. 63 пен 45 9-ға қысқарады. Мынау 7, мынаны 9-ға бөлсем 5. 25 пен 100 25-ке бөлінеді. 25-ке 1, мынаны 25-ке бөлем 4. Сонда жауабы минус. Минусты ұмытпаймыз, өйткені өзі бірақ минус, значит, минусты мен 2 плюсқа көбейтсем да бәрібір минус сан шығады. Астын көбейтем 40 болады, үстін көбейтем 1, 7, ол 7 болады. Бұл бірінші амал болды, иә. Екінші амалды байқасаңыздар, осы минус 40-тан 7-ні, екінші амалды не істейміз? Қосам 40-тан 7-ге. Енді біз алдында өткен тақырып бойынша 2 қосу минус 2 қосу 2, екеуі бірдей болса, ол 0 болады. Мысалы, минус 7 қосу 7 деген сияқты сандарда. Мынауда екеуі бірдей, таңбалар әртүрлі ғой. Бір-біріне азайтам 0 шығады. Сонда 0-ға ешқандай таңба қоймаймыз. Мында қарайық. Мынаның алдында неше минус бар бізде? Мынау 2 минус плюс болады, мына 2 минус плюс болады. Сонда бұл плюс 1,6 көбейту минус 2,55 болады. Сонда плюс пен минус көбейтілетін болса, жауабы общий минус шығады. Онда минус шығатын болса, А, Д, Е деген жауаптар бола алмайды ғой, өйткені менде минус шығу керек қой. Бұны көбейту үшін мен бұны амалдап көбейтемін. 1/6-ға. 0 үш ойда, 3, 12, 5, 5, 2 қосам. 0, 8, 7, 3. Мынау өтірдің алдында 2 сан бар, мынау өтірдің алдында 1 сан бар. Онда общий 2 сан, 1 сан, 3 саннан кейін өтір қалып қоямын. Міне 1 сан, 2 сан, 3 саннан кейін. Сонда 3 өтір 78 болу керек, иә? Так, қателесіп кеттік қой, қай жерде? Так, 0 үш ойда, 33, 3 ойда, 12, мына жерде 15 болады екен, sorry. Сонда қосамыз 8, 0, ойдағымен 4. 4 өтір 0,8 болады екен мына жерде. 4 өтір 0,8 болады. Ойдағысын беруге ұмытып кетіппіз. 4 өтір 0,8 жауабы менде сонда В жауап болады. Келесі мынандай теңдеу болатын болса, мына көбейту болып тұр ғой, онда оны мына жаққа қарай бірден бөліп жіберуге болады. 5 өтір 7 қосу x тең 0-ді бөлем 2,5-ке, ол бәрібір 0 болады. Енді x тең 5,7 мұнда жіберсем, ол минус таңбасымен барады. Сонда жауабы минус 5,7. Тексеріп көрейік, бұны ауызша да шығарса болатын еді. 2,5 көбейту 5,7 қосу минус 5,7. Біз білеміз, иә, біреуі минус, біреуі плюс, екеуі бірдей сан болатын болса, ол жерден екеуі азайтылады да 0 шығады. Ал 0-ді 2,5-ке көбейтсем, ол бәрібір 0 шығады. Сонда есеп дұрыс екен. Келесі 9-шы есеп. Бірінші амал жақша, екінші амал жақша. Үшінші амал уже көбейту екеуін бірге көбейтеміз, иә. Бірінші амал 6-дан 1 азайту 9-дан 5. Орта еселігі бізде 18 немесе 36 немесе 54 деуге болады. Бірақ ең тиімдісі 18. 6-ға бөлем 3, 9-ға бөлем 2. 3 азайту 10, жауабы минус 18-ден 7. Өйткені кішкентай саннан үлкен санды азайтып отырмыз. Екінші амалымызды көрейік. Бізде ол 2-ден 1 азайту 7-ден 3. Орта еселігі әрине 14. Мынаған біз неше береміз? 7 береміз. Мынаған 17-ні 7-ге бөлсек 2 береміз. Сонда 7 азайту көбейтем 6 азайтам. Сонда 14-ден 1. Үшінші амалда енді мен не істеймін? Бірінші амалдан шыққан минус 18-ден 7-ні көбейтемін. Екінші жақшадан шыққан 14-ден 1-ге көбейтем 7,5-тен 1. Оны бұрыс бөлшекке айналдырамын. 7-ні 5-ке көбейтем 35, оған 1-ді қосам, үстіндегі 36. Асты өзгермейді.
Сонда қысқартам көрдіңіздер ма? Ана үшеуін бірге көбейткеннің бір тиімдісі мынау жақта тұрған сан мен мынау жақтағы тұрған санды көбейтіп қысқара бере алады. Мынау бір болады, мынау екі болады. Сосын байқасаңыздар, мынада плюс, а мынада бізде минус. Значит, общий не шығады? Минустан шығады. А мынау бізге, значит, мыналар явно жауапқа кірмейді. Жауабы мынау или мынау болатынын көре аламыз. Енді мынау 14 пен 7 қысқарады. 1, 2, 1 көбейту 5 көбейту 2. Мына 2 мен 2-ні қысқартып жібереміз, сонда бұдан 1 шығады. Асты сонда 5, үсті бізде 1 болады. Минус 5-тен 1 жауабы Д болады. Минус 2-ден 1-дің кубы деген сөз, минус 2-ден 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтеміз деген сөз. Сонда 3 минус болатын болса, ол бізде не болады? Мына 2 минус плюс болып кетеді, ол плюс минусқа көбейтілсе минус болады. 3 рет минус келсе ол минус болады, 5 рет минус келсе ол минус болады, тағы рет келсе, яғни ол бізде минус болады. Ал 2 рет, 4 рет, 6 рет келсе минустар, ол плюс болып кетеді, иә? Бізде сонда мынаның алдында минус болады. 2, 2, 2-ні көбейтсем 8, 3, 1-ді көбейтсем 1, минус 8-ден 1 А болады жауабы. Яғни мынау плюс дегендер никак бола алмайды, иә, жауапқа. Ары қарай. Мына жерде қараңыздар, 2 минус, потом бар плюс. 2 минус болса, не айттым мен? Плюс қана болуы мүмкін. Как раз таки жауабында бір-ақ плюс бар. Сонда 15 шығуы мүмкін. Көрейік ал. 4-тен 3. Онда уже минусқа көбейтілсе плюс екенін білсем, минустарын жазбай ақ қоясыңдар. Жақсы ма? Мұқият тыңдаймыз. 4. Сонда мынау 4 пен 4 қысқарады да, 5 пен 3 көбейтілсе 15 шығады. Есеп дұрыс екен. Мында қараңыздар, алғашқы үшеуінде минус 1. Яғни осы көбейтулерді жасаймыз бірінші. Сонда 3 минусты көбейтілген кезде, 3 минус көбейтілсе, оның алдына явно 1 минус қана қалады. 8-ден 7, мыналарға уже минус жазбаймын. 6-тан 5 көбейту 35-тен 24 болады, иә? Қараңдар, сонда мына жерде үшеуін көбейткеннің бір тиімдісі, мынау 8 мен ау жақта 24 қысқара алады. 1, 3. Мынау 7 мен 5-ті көбейтсем 35 қой, ол 35, мынау 35 мен қысқарады. Сонда минус асты 6, үсті 1 болса 3 шығады. Тағы да 3-ке қысқарады, 2-ден 1 болады. Минус 2-ден 1. Енді минус 2-ден 1-ді қараңыздар, азайтам 2-ден 1-ден. Азайтам 2-ден 1-ден. А мен білем, мысалы, минус 3, минус 6 десе, мен оларды қосам, алдына минус қоям ғой. Алдың сабақтарда өткен бойынша. Минус 3, минус 7 десе, минус 10. Мында да қосам ғой, екеуін бөлімдер бірдей, үстін мен бірге қосам. Минус 1, минус 1 деп. Сонда минус 2-ден минус 2 шығады, а ол бір-біріне бөлінеді да минус 1 шығады, иә? Немесе ойланыңдар, 2-ден 1, 2-ден 1 деген ол 0,5-ке 0,5-ті қосу деген сөз, иә? Минус 0,5, ол бізде минус 1 болатынын ұмытпаймыз. Так, мынаны жаңа біз шығардық, по-моему, минус 1 шығады дедік. Мынаны біз шығардық, бізде 0 шығады дедік. Так, мына жерде теңдеуді қараңыздар. Бұл теңдеуді шығару үшін бірінші мына екеуін бір-біріне көбейтіп алайық. Екеуін көбейтсе, минус 4, 7,2 шығады. Өйткені минусқа плюс көбейтсе, минус шығады, иә? Сосын мынау минус 7,2 10-ға қарай барады. А мынау минус y қалады бізде. Минус y тең 2/8 қосу 7,2. Минус y тең, сонда қанша болады екен қосса? Әрине 10. Сосын мынау минусты оған бере салам. Минус 10 болады. Жауабы. Мұнда бағана есеп сияқты 8,1 бірінші мұнда бөлінеді. Ал мен 0-ге қандай санды бөлсем де, ол бәрібір 0 болады. Енді 26-дан қандай санды азайтсаңдар 0 шығады? Әрине, ол 26-ның өзін қойсам 0 шығады. Значит, жауабы 26/9-дан x-ті азайтсам 0 десе, ол 26/9-ның өзі деген сөз болады. Онда қараңыздар, неше минус бар? 2, 2, 4. 4 минус бір-біріне көбейтіліп плюс болады. Сонда 4/6-ны 1,5-ға көбейте саласыңдар, сол жауап болады. Мынау явно болмайды. Сонда жауабы бізде В болады, иә, көбейтсек. Мынау тура бағанағыдай жауабы. Қараңыздар, 10-ды қандай санға көбейтсек 0 болады? 0-ге, иә? Яғни мынаның ішінен 0 шығу керек. Ал 12/3-ті қандай санға қосатын болсақ, ол 0 шығып кетеді. 12/3-ті қандай санға қосатын болсақ, тура өзіне, бірақ қарама-қарсы санына қосатын болсақ. Сонда жауабы Д шығады. Сонда 0 шығады, 0-ді потом барып 10-ға көбейтетін болсақ, ол бәрібір 0 шығып кетеді. Логикалық түрде, иә? Так, мына есепті біз жаңа, по-моему, шығардық. Қайтадан шығарып көріңіздер, 20-ны қалай шығатынын. 25 түсіндірем. 0,05-ті 100-ге көбейтеміз. 0,05 дегенімізді 100-ге көбейту үшін, минус 100-ге қой, значит, алдына минус қойсақ болады. Мынаның алдына, немесе мынаның алдына.
0,05 деген ол 100-ден 5 қой. Оны 100-ге көбейтетін болсаңдар, 100 бен 100 қысқарады да, минус 5 қалады. Бұл бірінші амал. Мынау бізде екінші амал, екінші көбейту. Минус 11 өтір 2-ні 3-ке көбейтем. Ол бізде минус, өйткені плюс минусқа минус 33 өтір 6. Сол шыққан екі санды бір-біріне не істеу керек екен? Қосу керек екен, үшінші амалда. Минус 5 қосу минус 33 өтір 6. Екі минусты бір-біріне қосам. Көбісі мына жерде мен байқаймын, қателесіп кетеді, 5-ті былай қосып жібереді. Бұл өте грубый ошибка. Біз 5 бүтінді 5 бүтіннің астына қосамыз, мына жерге және 0 қоя берсек болады. Сонда 6, 8, 3 минус, өйткені 2 минус қосылса, алдына минус жазылады, иә? Минус 38 өтір 6 болады жауабы С. Мына жерде қарайық. 2 минус тұр, бір-біріне көбейтіледі да плюс болады. Бірақ жауаптарын байқасаңдар бәрі минус, иә? Бұл жауаптарға тегіп кетіп қалған бұл жерде. Сонда 5-тен 4, көбейту 8-ден 3, көбейту 12-ден 5. Енді просто қысқартамыз. Не қысқарады? 4 пен 3-ті көбейтсем 12 ғой. Ол мына 12 пен қысқарады. Мынау 5 пен мынау 5 қысқарады, сонда 8-ден 1. Сонда бұл жерде жауаптар қате кетіп қалған, жауабы негізінде 8-ден 1 болу керек. Мұнда 2 минус қана тұр, олар бір-бірімен көбейтіліп плюс береді. Сонда жауабы мынау бола алмайды, мынау бола алмайды, иә? Сонда 10-нан 9 көбейту 6-тан 5 көбейту 3-тен 2. Не қысқарады? Так. 9 бен 6 3-ке қысқарады. 3 болады, мынау 2 болады, мынау 3 пен 3 қысқарады, мынау 2 мен 2 қысқарады. Сонда 1, 1, 1, 1, мына жақта 10-нан 5 қана қалады жауабы. Ал 10-нан 5 дегеніміз ол бізде 2-ден 1. Мұнда да дұрыс жауабы жоқ. Қате кетіп қалған, иә? Бұл тестте енді жауаптарында қате бар. Келесі мына жерде мына екеуін бірінші көбейтесіңдер, шыққан минус таңбалы сан шығады, оны мына жаққа келіп қосамыз. X, давайте бүйтейік бірінші. Көбейтейік екеуін. 5,6-ны 0,4-ке көбейтеміз. 4, 2, 22, 0, 0, 4, 2, 2. Мына өтірдің алдында бір сан бар, мына өтірдің алдында бір сан бар. Значит, общий 2 саннан кейін барып өтір қоямыз. 2 өтір 24. Бірақ минусы бар ғой еще алдында. Минус 2 өтір 24 қосу x тең минус 0,76. Мынау минус 2,24 мұнда барып қосылады. X тең сонда минус 0,76 қосу 2 өтір 24. Біз білеміз, біреу минус, біреу плюс болса, мысалы 3 қосу 2, минус 3 қосу 2. Олар азайтылады, минус алдына жазылады, иә? Минус, мысалы 2 қосу 5 болса, азайтам, үлкен таңбасын қоям. Азайтам, 5 үлкен плюс. Мына жақта неге минус? Себебі 3 үлкен отыр, соны минусын қоям. Мұнда да азайтам екеуін. 2 өтір 24-тен 2 өтір 24-тен азайтам 0,76. Көрінді ма? Үтірдің астына үтірімен азайтамыз. 14 азайту 6, 8, 11 азайту 4, 7, 4, 1 қалады, 1 өтір 41. 1 өтір 48. Таңба қараңыздар, мынада плюс, мынада минус. Мына үлкен ғой, сол үшін осының плюсын аламыз. Яғни плюс 1 өтір 48 В болады жауабы. Мынаны өздеріңіз шығарыңыздар. Мына жерде y алу 2 тең 3,5 дегенді мен 10-нан 35 деп аламын. Көбейту минус 7-тен 4. Екеуін қысқартамыз. 7 мен мынау қысқарады 5 болады, мынау 1 болады. 10 мен 5 қысқартам 1 болады, 2 болады. Сонда y алу 2 тең минус 4 пен 1 көбейтілсе 4, 2 мен 1 көбейтілсе 2. 4-ті 2-ке бөлемін, минус 2. Минус 2, мынау минус 2 10-ға барып, қосу 2 болады. Минус 2 қосу 2 не болады бізде? 0 болады, азайтылады еткен, иә, С. Мынау бағанағыдай өздерін шығарасыздар, мынаны көбейтесіңдер, шыққан амал бір-біріне қосасыңдар. 34-ті өздерін шығарыңыздар. Мынау түсінікті өздерін шығарасыздар. Мына жақта дұрыс жауап болмай қалуы мүмкін, по-моему. 60-тан емес, мына жақта 30-дан емес, қате жауаптар кетіп қалған. 3-тен 1, 6-тан 1, 6-тан 1, 3-тен 1, 9-дан 1 деген жауаптар бар. Өздерін шығарасыңдар. 2 минус көбейтіледі, 1 көбейту 99 болып қалады, иә? 2 плюс болып кетеді. Сонда 0,99-ның өзі шығады мына жерде. Мына екеуін көбейтесіңдер, мынау аяққа барып азайтылады. Өздерін шығарасыңдар. Жақсы. Ары қарай түсінікті деген ойдамын. Жақсылап мұқият пауза қойып тыңдаңыздар.